Мына сұмдықты қараңыздар. Апорт сауда орталығының алды, Алтын Орда базарының алды, жолдың екі бетінде барлық жерде күл қоқыстар шашылып жатыр да. Күл қоқыс тастайтын орын аузы мұрнынан толып, жан-жағының барлығы күл қоқыс жатыр. Мынау жаяу адамдардың Алтын Ордаға өтетін жолдың үстіндегі көпір. Қараңыздар жағдайға. Мына тасталған қоқыстың көптігінен адамға өте жағымсыз, нашар иістер шығып жатыр да ол жерден. Осы Алтын Орда базарының алдындағы Райымбек даңғылының оң жақ беті Қарасай ауданына жатады, ал сол жақ беті Наурызбай ауданына қарасты да. Ол аудандардың әкіміне мен жолдау жасамаймын, өйткені ол кісілер жақсы біліп отыр да жағдайды. Ол жақта не болып жатқанын барлығын біліп отыр. Ал бірақ жұмыс жасалмай жатыр да. Мен жаңадан сайланған Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды мырзаға тікелей жолдау жасағым келіп отыр да. Дархан Сатыбалды мырза соңғы жолдауында Алматы қаласының тазалығын өз бақылауыма, өз қадағалауыма алам деп айтқан болатын. Все, что связано с благоустройством, чистотой, таза Казахстан, это я сам буду смотреть, я сам буду это контролировать. Я хочу, чтобы все также и были неравнодушны к чистоте, ко всему. А то я смотрю, некоторые коммерческие, вот есть магазины, кафе, рестораны, они за пределом территории, они вообще не смотрят. Это говорит, акимат должен чистить. Я хочу, чтобы все принимали участие в этом. Осы жағдайда өз қадағалауыңызға алсаңыз, Дархан Сатыбалды мырза. Тағы да назар аударатын өте маңызды мәселе, сол Райымбек даңғылының оң жақ бетіндегі, сол жақ бетіндегі бордюрлерді толығымен ауыстырып жатыр да. Не себепті ауыстырып жатқан белгісіз. Өйткені сол алдыңғы тұрған бордюрлердің барлығының жағдайы жақсы болатын, оны толығымен алып, жолды жауып бордюрбектер. Қаншама кептеліс ұзыннан ұзақ ұйымдастырып, қаншама халықтың уақытын алып, бордюрлер толық ауыстырып жатыр да. Осы мәселені Дархан Сатыбалды мырза өз назарыңызға алсаңыз, өйткені жайдан жай бордюр ауыстыратындарды өзім қадағалаймын деп айтқан болатынсыз. Білесіз, оңтүстікке шығатын бір ғана автокөлік жолы бар, сол Райымбек даңғылы. Оның өзі қазір кептеліс болып, қаншама халықтың уақытын алып отыр, наразылығын білдіріп отыр халық. Осы мәселені өз қадағалауыңызға алсаңыз.